Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен котлет әзірлеу рецептімен бөлісетін боламын. Осы рецептпен дайындалған котлеттер өте нәзік әрі жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: сиыр етінен фарш, ұн, панировочный сухари, қуыратын май, 1 картоп, 1 пияз, 100 грамм қара нан, 1 жұмыртқа, қара бұрыш және тұз. Ең алдымен пиязымызды өте майда етіп турап аламыз. Саламыз. Енді картопты үккіштің ең майда шетінен өткіземіз. Пиязымызға саламыз. Қара нанды бір ыдысқа салып, үстінен кішкене ғана жылы су құйып, 3 минуттай жібітеміз. Жібіген нанымызды қолымызбен осылай майдалап, уатып аламыз. Ешқандай блендердің қажеті жоқ. Нанымызды қосамыз. Үстінен фарш саламыз. 1 жұмыртқа және де тұз бен бұрышымызды жақсылап араластырамыз. Енді осы массадан бір қолымызбен котлетті жасап шығамыз. Қатты үлкен етпейміз. Осындай көлемде жасасақ, өте әдемі болып шығады. Котлеттің формасын жасап шықтық. Ал енді табамызды алып, оған май құямыз. ұн мен панировочный сухари екеуін араластырамыз. Енді осыған барлық котлеттерді аунатып шығамыз. Міне, біздің котлеттер қуыруға дайын. Май құйылған тапаға котлеттерді салып, үстінен осылай басуымыз керек. Енді осылай баяу отта қуырып аламыз. Бетін жабамыз. Енді котлеттің екі бетінде осылай жақсы қып-қызыл етіп қуырып аламыз да, пісуіне бір 10 минуттай қалғанда шамамен 20 граммдай қайнаған суды құйып жібереміз. Міне бар болғаны жарты сағаттың ішінде өте жұмсақ, дәмді әрі нәзік котлеттер дайын болады. Мен осылай әсемдедім, бірақ сіз жанына кез келген гарнирді әзірлеп қойсаңыз болады. Рецепт сіздерге ұнады деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.